5 июнь санесінен басылап 2025-2026 оқу жылы үшін абитуриентлерді дізімге алу басыланды. Мемлекеттік жоғары оқу орындарына қабылдау бойынша имтиханлар дәслеп тест, соң таңлау принципіне муафық өткерілуі белгіленді. Биылғы қабылдау процесіндегі өзгешеліктер хақында кәсіптесіміз Самарқанд мемлекеттік ветеринария медицинасы, шаруашылық һәм биотехнологиялар университеті Нөкіт филиалында шөлкемлестірілген кол орайы қанегелерінен толығырақ мағлұмат алады. Оның менен тікелей эфир арқылы байлансамыз. Мархамат, эфирдесіз. Өткен оқу жылынан басылап жоғары оқу орындарына имтиханлар дәслеп тест, соң таңлау принципикарында өткерілмекте. Бұнда абитуриент тест тапсырып, оның нәтижелеріне топлаған балаларына муафық түрде өзлері жоғары оқу орындары һәм тәлім бағдарларын таңлау мүмкіншілігіне ие болады. Биылғы жылыда 5 һәм 20 июнь санелері аралығында абитуриентлер жоғары оқу орындарына hüжетлерін тапсыру мүмкіншілігіне ие болып жатыр. Бұның үшін барлық жоғары оқу орындарында кол орайлары, маслихат орайлары шөлкемлестірілген. Жүгінсбай, биылғы жылы абитуриенттерден hüжетлерді қабылдауда қандай жаңа тәртіптер енгізілген? 2025-2026 оқу жылда абитуриенттерді қабылдау бойынша дерлік өзгерістер болған жоқ. Өткен жылғыдай сол принципикарында әуелі тест, кейін таңлау принципикарында алып барылады. Бұнда екі басқышта абитуриенттер hüжетлерін тапсырып қабылданады. Бірінші басқышта абитуриенттер Өзбекстан бойынша бірден бір портал болған. Сол платформа УЗМ платформасы арқылы hüжетлерін тапсырады. Бұнда өз хақында толық мағлұматлар көрсетіледі, һәм таңлаған блокларын таңлау керек. Сондай-ақ тест тапсыру аймақтарын таңлайды. Екінші басқышта болса, сол тест жұмақланғаннан кейін 10 күн мүддет ішінде абитуриент жоғары оқу орнын таңлау, жоғары оқу орны сонымен бірге тәлім бағдарлар, тәлім түрлері бойынша өзінің таңлауын әмелге асырады. Биылғы оқу жылында біздердің Самарқанд мемлекеттік ветеринария шаруашылық һәм биотехнологиялар университетінің Нөкіт филиалында таза тәлім бағдарлары шөкемлестірілген, яғни ұлымалық 11 тәлім бағдарды абитуриенттер қабылдау режимдестірілген болса, жылдағыдан farkı биыл финанс технологиялары, экология һәм қоршаған орталықты қорғау тәлім бағдарлары бойынша абитуриенттерді қабылдау режимдестірілген. Және бір өткен жылғыдан farkı жаңалығымыз халыққа қолай болу мақсатында, яғни өндірістен үзілмеген халда жоғары білімге ие болу мақсатында абитуриенттер үшін кешкі тәлім һәм дуал тәлім формалары бойынша абитуриенттер қабылдаймыз. Сондай-ақ бұл дуал тәлім бойынша, кешкі тәлім бойынша қазіргі күнде толық даярлық жұмыстары, абитуриентлерді студент қабылдау бойынша толық даярлық жұмыстар алып барылған. Сол біздің филиалымызда бүгінгі күнде абитуриентлер үшін кол орайы, маслихат орайы өз жұмысын алып бармақта. Бұнда көбінесе осы кол орайына қандай сұраулармен müracaat етіп жатыр? Бүгінгі күнден келіп түсіп жатқан сұрауларымыз көпшілік сол мемлекетіміз тарапынан ажыратылған 2000 қызлар үшін ажыратылған 2000 орын, һәм басқа да социалдық қорғауға, басқа да шектеулерге болған студенттерден қандай қолдаулар бар. Демек, квоталар бойынша болып жатыр. Сол бағдарда көбірек маслихаттан сұрап келмекте. Бұл бойынша өзімізде шөкемлестірілген сол маслихат орай, кол орайлар керекті мәселелер беріп бармақта. Бұл телефон нөмірлері һәм басқа да социалдық тармақтардағы сайтларымыз бұл өзіміздің филиалымыздың социалдық тармақтарында жарияланып барылады. Сондай-ақ ендігі осы жылда алып барылатын өзгерістер, жаңалықтар, басқа да ахметлі болған хабарлар орайларда һәм социалдық тармақтарда жарияланып барылады. Рахмет мағлұматлар үшін. Демек, республикамыздағы барлық жоғары оқу орындарында міне осындай кол һәм маслихат орайлары шөлкемлестірілген болып, бұл жерлерге келіп те абитуриенттер толық мағлұматлар, өздерін қызықтырған сұрауларына жауаплар алу мүмкіншілігіне ие. Біздегі мағлұматлар осылар. Рахмет, студия.